Қазіргі таңда ең басты мәселе ол қуаттың жетіспеушілігі. Әртүрлі себепке байланысты адамдардың жас ұлғая, қуаты азая бастайды. Неше түрлі коучтарға барады, психологтарға барады, жаңағы қуатты толықтыру үшін. Әрине, оның психологиялық, психикалық себебі бары ол ақиқат. Бірақ сонымен қатар біздер психикалық денсаулықтан басқа тамақтануымыз бар, жақсы адамдармен қарым-қатынас жасауымыз бар, сосын кейін жақсы нәрселер қарауымыз бар, жақсы жерде демалуымыз бар, соның бәрі бізге әрине қуат береді. Психологиядан басқа мен сіздерге қазір осы біздің ағзамызға қуат беретін бір ерекше дәмдеуіштерді, орысша айтқанда специялары туралы айтқым келіп тұр. Ол туралы мен аяқ асты білдім. Қалай білдім? Мен тұмаумен жаңағындай ауырып қалдым. Көптен бері тұмаумен ауырмаған соң, өйткені әртүрлі баттарды, биологиялық қоспаларды іштім. Сосын кейін әртүрлі диеталар ұсталынды менде. Соған байланысты менің тұмаумен ауруым бұрынғыға қарағанда кішкене сирей түсті. Не істерімді білмей, енді бұрын мысалы сарымсақ жейтін, бірақ сарымсақ жегеннен кейін ол асқазанға әсер ететін. Сосын не істесем деп үйдегі барлық имбирь сияқты дәмдеуіштерді іздей бастадым. Арасынан куркума шықты. Куркуманы былай қосып едім тамаққа. Өзінің бір қыздыратын бір әсерін сезіндім. Сөйттім да тамаққа қосып, жаңағындай қабылдап, жеп, сөйтіп тұмауымды кішкене қайтара бастадым. Бірақ менің байқағаным, куркуманы тамаққа қосып ішкен кезде сен өзіңді тоқ сезінеді екенсің, сосын кейін қуат пайда болады екен. Сосын жаңағыдай Google-ды ашып жіберсем, куркуманы қосатын, сосын ары қарай корица қосатын және имбирь қосатын золотой напиток деген сондай ем напиток бар екен. Сосын кейін білесіз ғой, бір нәрсе көмектессе, біз деген өзінің несінен, өзінің дозасынан көбірек саламыз, қуаттансақ, одан да қуаттанамыз ба деп. Оның әрине оның кері әсерлері болды. Жаңағындай жүрек дүрсілдеп кетті, бауырға салмақ түсті. Сосын оқысам, оның мөлшері бар, дозасы бар. Яғни куркуманы жартылай қасық, одан кейін корицаны жартылай қасық, ал имбирді шай қасық бар ғой, соны ұшымен саласыз. Және сүтті тағамға, кішкене майлылау тағамға. Өйткені ол сіздің асқазаныңызға кері әсерін тигізуі мүмкін. Бір күнде есіңізде болсын. Оның мен қандай ебін таптым? Мен оны мысалы қаймаққа араластырамын. Сөйтіп жаңағыдай кішкене шаршайсыз ғой. Күні бойы жүргенде әлсіреп қаласыз, әсіресе көктем кезінде. Сол кезде мысалы бір 3 қасық, 5 қасық сөйтіп жеп аласыз. Енді маңыздысы ол түске дейін, сағат шамамен 4-ке дейін сондай қуат беретін нәрсені жеп алған дұрыс. Кешке таман енді егер қонақ шақырмасаңыз, оның қажеті болмайды. Мінекей, осындай бір золотой напиток деген сондай рецептпен бөліскім келді. Мен бір апта бойы, енді айтайын ба, мына тура
машинамен салыстырсақ, автомобильмен, тура автомобиль сияқты тоқтамай жүре бергім келді деуге болады. Енді қуатым тасыған кезде, әсіресе бір апта бойы, мен ойладым, болды, мен енді өмір бойыма бір керемет нәрсе таптым деп ойладым. Болды, маған ешқандай бат керек жоқ, жаңа биологиялық белсенді қоспа, ештеңенің қажеті жоқ, осымен жүре берем. Бірақ әсер бір апта болды. Қатты қуандым, әрине, өйткені мен қазір қызыл ет жемеймін. Енді ол жақсы көрмегендіктен емес, менсінбегендіктен емес, просто сондай болып қалды. Денсаулыққа байланысты мен қызыл ет жей алмай қалдым. И осындай нәрсе маған өте көмектесті. Сондықтан тағы да айтарым, ол мысалы Ләйсан деген жаңағы Comedy Club'тағы Павелдің әйелі бар емес па, жаңағы гимнастка, Ресейдің әйгілі гимнасткасы, сол да айтты, мен бір күні жол жүруім керек болатын деді. Және кофенің түр-түрін іштім, бірақ ояна алмадым дейді. Сондай ұйқы қысты, не істерімді білмедім дейді. Сол кезде ол жаңағы сүтке ма, енді сондай бір суға болмайды, сондай бір майлылау нәрсеге, сүттілеу, қаймақтау нәрсеге қосуға болады. Сөйтіп қосып, сол кезде ғана ояныпты. Сол күні жол жүру керек болған, сол күні оянып, жақсы жол жүрді. Сергек күйде. Сондықтан осындай қоспаны, осындай золотой напитоктың рецебін пайдаланыңыз. Міндетті түрде мөлшерін сақтаңыздар. Тағы да қайталаймын, корица жарты шай қасық. Жалпы кез келген нәрсені қолданбас бұрын, бірінші рет қолданып тұрсыз, қабылдап тұрсыз, сіз кішкенеден бастағаныңыз дұрыс. Кішкене бастасаңыз қателеспейсіз, менің білетінім. Сондықтан 4/1 шай қасықтың 4/1 бөлігін жаңағы корица, 4/1 бөлігі шай қасықпен куркума, сосын 5/1, даже 6/1 бөлігіне имбирді қосып, жаңағы қаймаққа араластырып, сөйтіп қабылдайсыз. Күні бойы, мысалы, таңертеңгілік бір уақыт қабылдайсыз, сосын түстерде қабылдайсыз, әлсірей бастаған кезде. Міне, өте жақсы қуат береді. Сақ болыңыздар, егер асқазан ауырса, бауыр ауырса, жаңа хронический аурулар болса, тас болса, міне осындайда кішкене сақтықпен қабылдау керек. Жаңағы мен айтқан өте аз мөлшермен қабылдау керек. Ал былайынша қуат беретін нәрсе, және сабыр сақтау керек, ең бастысы. Сіз өзіңізге қуат берген байқап қалдыңыз, ол мынау бір күшті нәрсе екен деп әркімге айтып мақтанудың қажеті жоқ. Керісінше осындай қуат көп пайда болған кезде өзіңізге бір пайда әкелетін, рухани пайда әкелетін, білім жағынан пайда әкелетін сондай бір пайдалы шаруамен айналысыңыз. Бітпей жатқан бір шаруалар, кейінге ысырып қойған бір шаруаларды соларды атқарып, осы Алланың берген қуатын өзіңізге пайдалы етіп өткізіңіз. Пайдалы етіп қолданыңыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі кездескенше сау болыңыздар.